Диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп жариялаймын. Форум бар. Бүгінгі күн тәртібінде Азаттықтар Айнұр Амангелдіқызының 8.01.17 01 қазақ тілі мен әдебиет білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбындағы диссертациясын қорғауы. Диссертация Шығыс Қазақстанның Сәрсен Аманжолов атындағы университетінде қазақ, орыс филологиясы және журналистика кафедрасында орындалған. Ғылыми кеңесшілері Кәртаева Айжан Маратбековна, филология ғылымдарының докторы, Сәрсен Аманжолов атындағы ШФУ профессоры Өскемен. Шетелдік кеңесшісі Ержан Алкая, доктор Фрат университетінің профессоры, Түркия. Ресми рецензенттер Мұхажанова Раушан, филология ғылымдарының кандидаты, Әлихан Бөкейхан университетінен, филология кафедрасының доценті, Семей қаласының. Бұл рецензент алып отырғанымыз Мұхажанова Раушан, тура осы тақырыпта, тура осы тақырыпта Әуезовтің әңгіме повестерін бойынша кандидат диссертация қорғауы. Екіншісі рецензент Айманбаев Алмас Әбдіманапович, доктор PhD, Абай атындағы КЗПУ кәсіби бағдар және мансапты дамыту департаментінің директоры, Алматы, Қазақстан. Бұны рецензент қылып отырған себебіміз, бұл да Әуезовтің әңгіме повестерін бойынша, соны оқыту бойынша докторлық диссертация қорғау. Тақырыптары келіп тұрғаннан кейін рецензент бұл. Диссертация кеңесінің мүшелігіне мынандай адамдар шақырдық, келіп отыр. Рахмет. Алдымен профессор Метин Егижи, Еге университеті, Түркиядан. Екінші Қалиева Альмира, филология ғылымдарының кандидаты, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты бас директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, Алматы, Қазақстан. Бұнда шақырып отырған себебіміз бұл Қалиева Альмирада Әуезовтің әңгіме повестері бойынша кандидаттық диссертация қорғауы. Әлиева Жанат Әбілжанова, доктор PhD, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, филология институты, Қазақ әдебиеті кафедрасының оқытушысы, Алматы, Қазақстан. Бұл да Әуезов творчествосы бойынша тура осы мамандықта доктор диссертация қорғауы. Міне, сонымен форум бар. Жұмысты бастауға болады. Алдымен сіздердің рұқсаттарыңызбен сөзді диссертация кеңестің ғалым хатшысы Гүлбаршын Олжабаевқызы Сыздықоваға диссертанттың құжаттарымен таныстыру үшін сөз бердік. Сәлеметсіздер ме, құрметті кеңес мүшелері, ресми рецензенттер, қорғауға қатысушылар, ізденуші Азаттық Айнұр Амангелдіқызының қысқаша өмірбаянын және диссертациялық кеңеске тапсырған аттестациялық істемен тапсыруға рұқсат етіңіздер. Азаттық Айнұр Амангелдіқызы 1986 жылы 23 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының Мақаншы ауылында дүниеге келген. 2003-2007 жылдары Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде лингвистика мамандығы бойынша бакалаврде, 2007-2009 жылдары Қазақ ұлттық аграрлық университетінде кәсіптік оқыту мамандығы бойынша магистратурада, 2020-2023 жылдары Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде
8-07-01 қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада білім алды. Қазіргі кезде Алматы қаласы Бостандық ауданындағы нөмір 81-ші мектеп гимназиясында ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Азат Бақтайнұр Амангелдіқызының докторлық диссертациясының тақырыбы жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің нөмір 300-ші сырты бұйрығымен 30-шы қазан 2020 жылы бекітілген. Диссертациялық жұмыс Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің қазақ-орыс филологиясы және журналистика кафедрасында орындалды. Зерттеу тақырыбы бойынша 12 ғылыми мақала жарияланып, оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 5 мақала, біреу ағылшын тілінде халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда 5 мақала, оның ішінде 2 конференцияда баяндалған. Уәкілетті орган ұсынған басылымдар тізіміне кірмейтін мақала жарияланды 1 мақала және 1 оқу құралы жарық көрді. Азат Бақтайнұр Амангелдіқызының диссертациялық кеңеске ұсынған құжаттары жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, докторантураның білім беру бағдарламасын игеру туралы транскрипт көшірмесі, жұмыс орны куәландырған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы, қатты түптелген және электронды тасымалдағыштағы диссертациялық жұмыс, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерінің пікірлері, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі аңдатпа, диссертация тақырыбы бойынша жарияланған ғылыми еңбектердің тізімі және олардың көшірмелері қол қойылып, нөмірмен расталған. Диссертациялық жұмыс орындалған Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті қазақ-орыс филологиясы және журналистика кафедрасы кеңейтілген отырысының хаттамасы нөмірі 7, 28 наурыз 2025 жыл, қорытындысы оң. Докторант оқыған Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті диссертациялық зерттеулерді этикалық бағалау жөніндегі комиссиясының зерттеу нысандарының құқығын, қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қорғауды қоса алғанда ғылыми зерттеулерді жоспарлау, бағалау, іріктеу, жүргізу және нәтижелерін тарату үдерісінде бұзушылықтардың жоқтығы туралы оң қорытындысы нөмірі 14-ші хаттама 2 мамыр 2025 жыл. Мәтінді пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйесінде жүргізілген тексеру туралы анықтама 8 сәуір 2025 жыл. Диссертацияда қолданылған материалдардың авторға дерек көзіне сілтемесі пайдаланған тексергені және талдау жөнінде аталған құжаттың ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы қорымен сәйкестігі айқындалмағаны туралы ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығының анықтамасы нөмірі 6231 150108 30 қазан 2025 жыл. Сонымен қатар диссертация тақырыбы мен отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерінің бекітілгені, докторантураға қабылдау, бітіру, қайта қабылдау туралы бұйрықтардың жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі туралы дипломдардың көшірмесі. Жалпы ізденушінің диссертациялық кеңеске ұсынған құжаттары диссертациялық кеңес ережелерінің талаптарына толық сай келеді. Мен сіздерден ғалым хатшыға сұрақтарыңыз бар ма? Ғалым хатшыға? Жоқ. Жоқ, сұрағым жоқ. Жақсы, рахмет. Енді біз жұмыстың мұрсаты регламенті орысша айтайық. Регламентті келісіп алайық. Біз диссертантқа өз жұмысын баяндау үшін 20 минутке дейін уақыт береміз. Ресми рецензенттерге 15 минутке шейін береміз. Ал пікір айтам деушілерге 5 минут. Сосын сұрақ жауап, әр сұрақ жауапқа 5 минуттан артық аспасын. Осы мұрсатқа келісесіздер ме? Келісесіздер ме? Келісіздер. Бәрі де келісіздер. Келісеміз. Онда сөзді диссертант Азат Айнұрға диссертациялық жұмысының жалпы мазмұнын баяндау үшін сөз беріледі.
Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, кеңес мүшелері, құрметті жиылған ғылыми қауым, сіздердің назарларыңызға жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбындағы докторлық диссертациялық жұмысымыздың нәтижесін ұсынамыз. Зерттеу жұмысы кіріспеден екі негізгі тараудан, қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Зерттеудің мақсаты жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың ғылыми теориясын негіздеу, қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының білім алушылары үшін жазушының әңгіме повестерін оқытудың әдістемелік ерекшелігін жүйелеп оқу үрдісіне енгізу. Зерттеудің міндеттері Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін тақырыптық, мазмұндық, көркемдік жүйелерін оқытудың теориялық негіздерін айқындау, жазушының әңгіме повестеріндегі тарихи және көркемдік шындық негізінде оқытудың педагогикалық, психологиялық аспектілерін негіздеу, Әуезовтің әңгіме повестерінің жоғары мектепте оқытылуын оқу бағдарламалары негізінде саралап, білім беру мазмұнының құрылымдық жүйесіндегі орнын әдістемелік тұрғыдан анықтау. Және жазушының әңгіме повестерін жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың технологиясын жасап, оның тиімділігін тәжірибеде көрсету, нәтижелерін эксперимент қорытындылары арқылы дәлелдеу. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың ғылыми теориялық және әдістемелік негіздері айқындалып, педагогикалық, психологиялық аспектілері ғылыми жүйеленді. Әуезов әңгімелерін оқытудың тақырыптық мазмұндық жүйесі анықталып, тарихи және көркемдік негіздері ұлттық құндылық тұрғысынан талданды. Жазушының әңгіме повестерін оқытудың әдістемелік жүйесін саралау арқылы оны оқытудың негізгі принциптері ғылыми тұрғыдан негізделді. Әуезовтану элективті курсына арналған оқу әдістемелік кешені әзірленіп, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мамандарын даярлау үдерісінде қолдану ұсынылды. Жазушының әңгіме повестерін жоғарғы оқу орындарында оқытуға арналған мазмұндық құрылымдық жүйе жасалынып, инновациялық әдіс тәсілдердің тиімділігі тәжірибелік жұмыстар арқылы дәлелденді. Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар. Әуезовтің әңгіме повестері әлемдік деңгейге көтерілген ұлттық әдебиетіміздің жаңашылдығы екені баршамызға мәлім. Табиғат құбылысы мен адам психологиясын суреттеудің хас шебері, қаламгердің реалистік және гуманистік бағыттағы шығармаларын оқыту, білім алушылардың бойына адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Қазақ тілі мен әдебиеті білім алушыларына Әуезов әңгіме повестерін оқыту болашақ мамандардың жан-жақты дамуына ықпал етіп, білім сапасын арттыруға негіз болады. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықты қадірлеуге баулиды. Олардың танымдық қабілеттерін тереңдете түседі. Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі негізінде оқыту студенттердің болашақ кәсібіне қажетті теориялық білімдерді терең талдап, жүйеленуіне ықпал етеді. Сонымен қатар жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытуға және оның кәсіби даярлығын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім алушылардың кәсіби танымдық қабілеттерін дамытуға негізделген ғылыми әдістемелік үрдіс Әуезовтің әңгіме повестердің оқытудың арнайы принциптері арқылы орындалып, оң нәтиже көрсетті. Студенттердің осы Әуезовтің әңгіме повестерін тәжірибелік тұрғыдан меңгеру деңгейі, олардың дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруда, сол арқылы сонымен қатар пәндік құзыреттілікті де арттырады. Бірінші тарауымыз Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғарғы мектепте оқыту әдістемесінің ғылыми теориялық негіздері. Бірінші тарауымыздың өзі 3 тараушадан тұрады. Соның алғашқысы Әуезов әңгіме повестерінің жоғары мектептегі білім беру мазмұндағы құрылымдық жүйесіндегі орны мен зерттелу деңгейі. Бұл тарауда Әуезов шығармашылығы туралы пікір білдіргендер, ғылыми мақалалар мен зерттеулер арнаған ғалымдардың еңбектері, жазушының шығармашылығы туралы терең талдау жасалынып, жан-жақты қарастырылды. Әуезов жазушының шығармашылығының көркемдік құндылықтарын тереңнен зерттеп, тың көзқарастар ұсынды. Әуезов шығармашылығы мен мұрасы туралы библиографиялық көрсеткіштер 1958 жылдан бастап 1970 жылдардың аралығында басылып шықты.
Сонымен қатар Әуезов туралы монографиялық зерттеулерді де осы келесі слайдта көрсетілгендей жіктедік. Алғаш 1940 жылдан бастап Әуезов шығармашылығын оқыту мектеп бағдарламасына енгізілді. Жазушы шығармашылығын оқытудың әдістемесі 1950 жылдардан бастап зерттеуге алына бастады. Мектепте Әуезов шығармашылығын оқытуды алғаш зерттеген ғалым Тасболатов 1970 жылы өзінің кандидаттық диссертациясын қорғады. Мұхтар Әуезов шығармашылығын мектепте оқытуға арналған алғаш зерттеу мақалалары 1980 жылы Әуезовтің педагогикалық психологиялық көзқарасы және оның творчествосын орта мектепте оқытудың методикасы атты жинақта жарық көрді. Осы слайдта көрсетілгендей, бұл жинақта Тайжанов, Қалиев, Жарықбаев, Мырзахметұлы, Дайырова, Жұмажанова және тағы басқа ғалымдардың мақалалары шықты. Құрманбаева ұлы мұраны жазушыларға таныту атты мақаласында осы Тасболатов пен Бітібаеваның мұғалімдер үшін жазған көмекші құралдарының маңызын, екеуінің айырмасы оқу тәсілінде. Тасболатов романды 60-70 жылдардағы мектеп практикасында қалыптасқан оқушылардың танымдық творчестволық ойын дамыту, белсенділігін арттыру жолдары бойынша сараптаса, Бітібаева 70-90 жылдары оқытудың неғұрлым озық тәсілін, тиімділік идеяларын басшылыққа алады. Әуезов шығармашылығын оқыту мәселесі бойынша бірқатар әдіскер ғалымдар мен ұстаздардың еңбектері де жарық көрді. Осы Әуезовті оқытуда Төлеутай Ақшолақовтың көркем шығармаға талдау жасау еңбегіне сүйенетін болсақ, бұл жерде бұл еңбекте көркем шығарманың құрылымы, оның эстетикалық мәні, жанрлық ерекшеліктер мен ішкі мазмұнына терең талдау жасап, әдіс тәсілдерін жан-жақты қарастырды. Ғалым бұл еңбегінде көркем шығарманы жан-жақты зерттеу үшін қажетті ғылыми әдістер мен тәсілдерді ұсынды. Сонымен қатар қазақ әдебиетінде осы көркем шығармаларды жоғары мектепте оқытылуына қатысты зерттеу еңбектері кейінгі осы 10-20 жылдарда қолға алына бастады. Бұл жерде біз Найманбаевтың, Алиеваның, Әбді Момыновтың докторлық диссертацияларын негізге алып көрсеттік. Әуезовтің әңгіме повестерінің тақырыптық идеялық мазмұнын көркемдік талдау негізіндегі оқыту әдістеріне тоқталатын болсақ, бұл тарауда біз Әуезов шығармашылығын жоғарғы мектепте оқыту әдістемесіндегі тақырыптық идеялық әңгіменің тақырыптық идеялық белгілерін ашу, олардың сюжеттік құрылымын жасау, кейіпкерлермен жұмыс және де тағы басқа оқытудың әдіс тәсілдері мен технологияларын көрсеттік. Жазушының әңгімелерін осы көрсетілген слайдтағыдай жазушының әңгімелерін түрлі топтарға бөліп, олардың мазмұндық көркемдік поэтикасына қатысты мәселелерді анықтап, тәжірибелік талдау жасадық. Жазушы әңгімелерінің тақырыбы мен идеясына жазылған кезеңдеріне қарай, оларды біз екі кезеңге бөліп қарастырғанды жөн көрдік. Бірінші 1921-26 жылдарда жазылған әңгіме повестері және екінші 1931-33-37 жылдардағы жазылған әңгімелері. 1921-20 жылдардағы жазылған әңгімелерде негізгі мәселелер ашаршылық, әлеуметтік теңсіздік, тұрмыс пен әділетсіздік және де саяси, әлеуметтік, экономикалық мәселелерді басты назарға алды. Ал 1933 жылдардан бастап кейінгі әңгімелері жаңа қоғамды дәріптеуге байланысты болды. Осы кестеде көрсетілгендей Әуезовтің әңгіме повестерін тақырып бойынша жинақтадық. Тақырыптар бойынша жинақтадық және осы жоғарғы мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін оқытуда ретроспективті талдау құрылымын басшылыққа алып,
яғни ретроспективті дегеніміз өткен тарихты бүгінмен салыстыра талдау әдісі әңгімелердегі негізгі өзекті мәселелерді қамтыды. Бұл әдістің өзі мына слайдта көрсетілгендей жүйелі құрылымдық әдіс, өзектендіру әдісі, әртүрлі ғылымдар негізіндегі әдіс, статистикалық әдіс, әлеуметтік зерттеу әдістері деп қарастырылды. Бұл жерде жүйелі құрылымдық әдіс бұл қоғамдағы әртүрлі экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелерге байланысты мәселелерді қамтыса, ал өзектендіру әдісі сол кезеңдегі шығармаларына келетін болсақ, шығармаларындағы басты өзекті мәселелерді мысалға ала отырып талдадық. Мысалы, Әуезовтің 20-шы жылдардағы әңгімелерінің тақырыбы мен идеясында әртүрлі мәселедегі деректерді жинақтау арқылы студенттерге жетім әңгімесі бойынша ата-анасыз қалған балалардың жағдайы туралы, олардың көркем бейнесін жасау туралы зерттеу жұмысын беруге болады. Сонымен қатар әртүрлі әдеби, көркем фильм, видео, телетүсірілім, телехабар, тағы басқа ақпараттық үлгідегі материалдарды жинақтап, сонымен бірге осы жетім әңгімесіндегі Қасым бейнесімен салыстыра отырып, идеяның басты мәселесімен толықтай аша білді. Сонымен қатар негізгі әдіс осы жердегі жоғары мектептен студенттерді оқытуда драма герменевтикалық әдіс. Драма герменевтика әдісі бұл студенттерді оқытуда жалпы сол әңгімені сахнада қойылымға байланысты сахналануы, яғни шығарманы түсініп оқып, және оны өздерінің ой електерінен өткізу арқылы сол шығарманың мазмұнын аша білді. Яғни олар сценаристер болып, актерлар болып, және қоюшылар болып, әр топқа бөлініп, сол шығармаларды өз ой електерінен өткізе білді. Әуезов әңгіме повестерін оқыту әдістемесінің педагогикалық және психологиялық негіздері. Бұл тарауда педагогикалық психологиялық негіздері, яғни негіздері ғылыми теориялық және әдістемелік еңбектер негізінде дәйектеліп, сонымен қатар олар теориялық тұрғыдан талданып және жүйелі түрде сараланды. Бұл ретте жазушының үйлену, ескілік көлеңкесінде сөніп жану атты әңгімелерін негізге ала отырып, сонымен қатар қилы заман, қараш-қараш оқиғасы және көксерек повесін көркемдік жағынан кешенді нысан ретінде қарастырдық. Әуезовтің әңгіме повестерін оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесі. Яғни бұл тарауда Әуезовтің әңгіме повестерін оқытудың әдістемелік негіздеріне толығырақ тоқталдық. Осы тарауымыздың өзі 3 тараушадан тұрады. Бірінші тараушамыз жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін тарихи шындық пен көркемдік таным негізінде оқыту ерекшеліктері. Яғни бұл жерде тарихи шындық пен көркемдік таным терминдеріне толығырақ тоқталып, яғни осы тарихи шындықтың көркем шығармада қалай бейнеленуін қарастырдық. Әдебиеттанушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы әдебиеттанытқыш еңбегінде осы тарихи әңгіме туралы былай деп айтқан еді. Яғни бұл тарих жүзінде белгілі адамдар, нәрселер, уақиғалар арасында сөйлейтін әуезелер тарихи әңгіме деп аталады деп атап көрсетті. Сонымен бірге тарихи әңгіме мен лақап әңгіменің арасындағы айырмашылықты тереңірек ашып көрсете білді. Тарихи шындық бұл өмір шындығының тарихи тақырыптарға арналған шығармалардағы көркемдік көрінісі болса, ал көркемдік шындық сол тарихи шығармалардың
көркем бейнелену тәсілімен өмірдегі берілген шын. Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары мектепте оқытудың инновациялық технологиялар мен белсенді тәсілдері. Бұл жерде біз ең негізгі тәсіл көркемдік талдау әдісін қарастыруды жөн көрдік. Яғни бұл жерде көркемдік талдау әдісі арқылы жоғарғы мектепте оқытуда, яғни бұл дегеніміз шығармадағы бейнелі көркемдегіш құралдар арқылы сол шығармадағы бейнелегіш көркемдер құралдар арқылы қызметінің анықталу әдісі. Яғни бұл жерде әңгімелерде білім алушыларға әртүрлі талаптар арқылы сол көркемдегіш құралдарды анықтауға тапсырма беруге болады. Біріншіден, мысалы, автор шығармадағы сюжетті жинақтап, нақтылап алып, соған байланысты әңгімедегі, мысалы, Қорғансыздың күні әңгімесіндегі табиғат суреттерін алса болады. Сонымен қатар, табиғат суреттеріндегі әңгімелер мен фабулалардың байланысын сол арқылы көркемдегіш құралдар арқылы берді. Сонымен бірге жазушының суреттеу тілін шығармадағы көркем детальді ашып көрсетуге болады. Енді бұл жерде кластер әдісі берілген, бұл да көркемдік талдау әдісінің бір түрі. Яғни бұл жерде осы Қорғансыздың күні әңгімесіндегі кейіпкерлерді кластер әдісі бойынша жинақтап, сол арқылы мәлімет беруге тырыстық. Яғни бұл жерде сонымен қатар салыстыру әдісінде қолдануға болады. Студенттер бұл жерде әңгімені мазмұны жағынан емес, автордың көзқарасы мен ұстанымы жағынан көркемдік шешім тұрғысынан талдайды. Сонымен бірге бұл жерде пейзаж бен портрет жасау шеберлігінде негізгі әдіс деп қарастыруға болады. Сонымен қатар эстетикалық талдау жасадық, жаңағы қилы заман повесі бойынша эстетикалық талдау жасадық. Яғни бұл жерде образды, сол шығарманың тілі, троп, фигура арқылы бөліп, сол шығарманың, яғни сол туындының бейнелі ойын сезу, жаңағы көркемдік сырын ашу мақсатында көрсете білдік. Сонымен қатар, осы эстетикалық талдау барысында жазушының қазақ тілінің сөздік қорына байланысты сол шығармадағы сөздердің ұтымды пайдаланғандығын осы жоғары оқу орындарындағы студенттерге ең маңыздылығын атап көрсетуге болады. Яғни сурет арқылы, көркем сөздер арқылы, жаңағы өз мағынасында қолданатын ауыспалы мағынадағы сөздер арқылы көрсетіп, жіктеп айтуға болады. Сонымен қатар, осы жұмысымыздың экспериментіне келетін болсақ, қорытынды экспериментте осы Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбындағы жүргізілген тәжірибелер мен эксперименттер мынандай нәтижелерге жеткізді. Олар жаңағы оқу орындарындағы студенттердің кәсіби маман ретіндегі көркем шығармаларды оқудағы оқырмандық қабілетінің, өз ойларының нақтылануына сараптама жүргізуге қабілеттілігін, сонымен қатар болашақ маман ретінде Әуезов шығармашылығын талдап, оларға қорытынды жасай білуге болатындығын көрсетуге болады. Және тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде кәсіби маман болуына оқытудың көркемдік талдау әдісі арқылы танымдық шығармашылық ізденіске жетелейтіндігін дәлелдеуге болады. Қорытындылай келе, Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқытуды жоғарғы мектепте ең педагогикалық маңызды элементтердің бірі деп атауға болады. Оны біз жаңағы дәріс және семинар кезінде және басқа да аудиториядан тыс жұмыстар жүргізу барысында
осы әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқытуда студенттердің тек әдебиеттанушылық қызығушылықтары емес, педагогикалық білімдері мен дағдыларын, сондай-ақ сол мәтінді оқып қана қоймай, дұрыс талдай білуіне, сонымен қатар олардың жалпы адамзаттық құндылықтары мен эстетикалық талғамдарын қалыптастыруға мүмкіндігі мол деп санаймыз. Рахмет. Сұрақ қоюларыңызға болады. Ана адамдарды ашып қойды. Құрметті мүшелер, сұрақ қоюларыңызға болады. Бұл жұртта сұрақ пайда болғанша мен өзім сұрақ қояйын. Біріншісі, көркемдік талдау әдісі деген анықтама бере аласыз? Көркемдік талдау әдісі дегеніміз не? Көркемдік талдау әдісі дегеніміз бұл шығармадағы бейнелі көркемдегіш құралдардың қызметін атқару әдісі. Оның ішінде сол шығармадағы жазушының жаңағы портрет жасау шеберлігін, жаңағы пейзаж арқылы табиғат көріністерін көрсете білуін айтсақ болады. Сонымен бірге мен кешіріңіз. Мен анықтамасын айтып бер деп тұрмын ғой. Маған шежірелетудің керегі жоқ. Анықтамасы. Көркемдік талдау әдісі дегеніміз не? Көркемдік талдау әдісі дегеніміз шығармадағы бейнелі көркемдегіш құралдар арқылы берілген, сонымен қатар сол шығарманың идеясын, жаңағы мазмұнын, сюжетін, қызметін анықтайтын әдіс. Маған баяндағаныңда, жұмысыңда ол мына берген анықтама ештеңе жоқ. Көркемдік талдауды көрген жоқпыз. Келесі эстетикалық талдау деген не? Қандай талдау? Жаңа ғана айттыңыз. Эстетикалық талдау меніңше, өз эстетиканың категориялары бар ғой, возвышенный, мен бір жеріме қарамай бізге эстетиканы орысша оқыдық. Возвышенные, безобразные деген категориялары бар еді. Сол сіздің талдауыңызда сюжет дедім ба бір нәрсе? Эстетикалық талдау дегеніміз бұл жаңағы тек қана шығарманың мазмұнын ғана емес, оның жаңағы стилін, оқырманға қалай әсер ететіндігін талдап көрсету шығарманы. Ол меніңше рефлексия деп аталады. Жарайды. Таяншы жоқ деген жаңа қорғансыздың күнінде. Таяншы жоқ деген бір не таблицамен көріп қалдым. Таяғы жоқ деген сияқты сөз екен. Ол не деген сөз ол? Таяншы жоқ дейсің. Таяншы жоқ деген ол жаңағы қорғансыздың әңгімесіндегі кейіпкердің ешқандай сүйенетін адам жоқ. Оны таяншы жоқ демейді ғой. Бұл панасыз дейді, әйтпесе қорғансыз деген сөз. Өзі де қорғансыз деп тұр ғой. Сосын бағана жаңа қоғам 30-шы жылдардан кейінгі әңгімесі жаңа қоғамды дәріптейді дедім. Ол жаңа қоғамға не болған жан? Жаңа деген нәрсе, жақсы мағынада айтылады ғой, білесің ғой? Сіз жаңа қоғамды, қай қоғамды мақтап тұрсыз сонда? Сол жаңағы ашаршылық кезеңнен кейінгі қоғам. Жаңа қоғам қоясың.
Мен болдым. Кімде сұрақ бар? Профессор Шынар Қапантайқызы сұрақ қоямын дейді. Осы зерттеуіміздің негізінде әуезов даму деген элективті курс жалпы осы зерттеу осы курс қай жерде оқылды, қандай нәтижеге қол жеткізе алдыңыз? Одан кейін мына өзіңіздің зерттеу жұмысыңызда негізгі әдіс алушысыз, солардың ішінде қандай ең тиімдідегі қандай әдістерді атап көрсете аласыз? Оның ішінде жазылу жұмыстарын ұйымдастыруда қандай әдістер және қолдандыңыз, және оларда қандай нәтижеге қол жеткізе алдыңыз? Сұрағыңызға рахмет, Шынар Қапантайқызы. Әуезовтану элективті курсын біз жаңағы Шығыс Қазақстан университетінің 3-ші курсында қазіргі қазақ тілі атты әдебиетті оқыту сабағымызда қарастырдық. Бұл жерде элективті курстың маңызы, яғни студентке осы Әуезовтің шығармашылығы және жазушының шығармашылығын осы жоғарғы мектепте оқытуға байланысты мәселелер қамтылды. Бұл Әуезовтану элективті курсында бұның студенттерге тиімділігі өте зор. Енді тиімді әдістерге келетін болсақ, жазылымға байланысты осы жоғарғы мектепте студенттерді оқытуда жаңағы жоспар, тезис, конспекті әдісі ең маңызды әдістердің бірі деп ойлаймын. Яғни бұл жерде ең бірінші мысалы әңгімені талдаған кезде жоспар құрып, сол арқылы тезистермен тұжырымдап және конспекті түрінде сол әңгімедегі басты мәселелерді жазып көрсету. Және тағы да студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту барысында оларға жаңағы ғылыми мақала жазу және тағы басқа зерттеу жұмыстарын беруге болады. Бұл айтылғандай жаңағы конспекті әдісіндегі тезистердің өзі жоғарғы оқу орнында студенттерді оқытуда тезистердің өзін бірнеше топтарға бөлуге болады. Олар жаңағы негізгі тезистер, қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз? Курстың соңында қандай өнімдер алатын студенттер қандай нәтижеге көрсетті? осы әдісінің жалпы яғни бұл жерде білім алушылардың сол жаңағы шығарманы талдағанда, мысалы белгілі бір жаңағы негізгі эпизодтарды алып, солдағы басты оқиғалардың мазмұнын аша білу. Сонымен қатар ол жердегі мысалы қыр суреттері әңгімесін алатын болсақ, ол жердегі мысалы кешкі дөң басындағы эпизодты алатын болсақ, сол жердегі мысалы пейзаждық суреттерді көрсете білу, сол әдіс арқылы. Тағы кімде сұрақ бар? Жоқ па? Саламатсыздар ма? Бір сұрақ қойсақ, рұқсат болса. Иә, кім екен? Қалиева Альмира, Әуезов институтынан. Қалиева Альмира. Осы Әуезовтың прозасы негізінде бір көркемдік тілдік жүйесін оқытудың бірқатар әдістерін диссертацияда қарастырдыңыз. Бірақ солардың қатарында
немесе солармен дамытып бір синтезде жасанды интеллект технологияларын қолданып жаңашыл бір инновациялық әдістерді қолданудың мүмкіндігі бар деп ойлайсыз ба? деп ойлаймын. Негіздеп берсеңіз, бар ма, жоқ па, әлде сыни көзқарастасыз ба бұл мәселеге келгенде? Мира Карталина, сұрағыңызға көп рахмет. Иә, әрине, бұл жасанды интеллекттің маңызы өте зор. Сұрағыңыз өте орынды. Келешекте қолданамын деген ойдамын. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар ма? Мен Қыздар Иә. университетінен уақытша мүше Жанат Абилжанқызы. Мен диссертантқа қоятын Сіз сұрағым, уақытша мүше емессіз. Сіз шақырылған мүшесіз. Біз солай жақсы, айтамыз. жақсы аға. Уақытша Аха, демейміз. жақсы, Біз рахмет. әлі бірге жұмыс істейміз деп сенеміз сізге. Жақсы, жақсы аға. Айнұр Амангелдіқызы, сізге бірінші сұрақ, көркемдік талдау әдісімен әдеби эстетикалық талдау жұмыстарының арақатынасы қандай? Және екінші сұрақ, осы диссертацияңызда әдеби эстетикалық талдау жасадыңыз ба? Жанат Абылжанқызы, сұрағыңызға рахмет. Иә, әрине көркемдік талдау әдісі мен әдеби эстетикалық талдау әдісі ол бір-бірімен өте тығыз байланысты. Көркемдік талдау әдісін бұл шығармадағы бейнелі көркемдегіш құралдардың қызметін анықтау әдісі деп қарастырсақ, әдеби эстетикалық талдауда көркем шығарманың эстетикалық құндылығын, оның көркемдік ерекшелігі жағынан зерттейтін әдіс деп қарастырдық. Ол тек қана шығарманың мазмұнын ғана емес, сонымен қатар оның формасын, стилін және оқырманға қалай әсер ететіндігін білдіреді. Талдауда жаңа әдеби эстетикалық талдауда қилы заман жаңа повесін қарастырдым. Бұл жерде жаңағы осы идеялық эстетикалық идеяны ашу мақсатында жаңағы көркемдік құралдарды, жаңағы образдарды, көркем шығарманың тілін және ол жердегі әртүрлі мағынадағы сөздерді қарастырдық. Дұрыс болдыңыз ба? Жақсы. Рахмет. Осымен сұрақты тоқтатуымызға болады, егер іштеріңізде шер қалмасын. Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Рахмет. Бар дей ме? Кім? Қол көтеріп тұрған. Жақсы. Жақсы. Мына 4 адам неге жауап қойған десін? Сырттан қатысатындар, экранын неге жауап қойған? Бұл, анау экранды жауып қоюға болмайды. Қатысып отыруларыңыз керек. Экранды жауып қоюға болмайды, естіп тұрған шығар. Анау чатқа жазшы. Экранды жауып қоюға болмайды. Тағы да қайталаймын. Сырттан кірген қонақтар ма? Кешіріңіздер. Ол сырттан келген қонақтарды шаруам жоқ. Мен. Өйткені, бұның барлығысы кәліпкері жазады ғой. Бұның барлығысы көшірілді. Сондықтан талабы солай. Рецензенттер мен мүшелер міндетті түрде ашып тірідей отыру керек. Онда келесі кезеңге көшеміз. Келесі кезеңіміз рецензенттеріміз бәрі кеңесшілер.
Біз онда, келесі кезеңде ресми рецензенттерге сөз береміз. Алғашқы сөз рецензент алғашқы сөз Мұхажанова Раушан Мұратхановнаға береді, филология ғылымдарының кандидаты, Әлихан Бөкейхан университеті филологиясы кафедрасының доценті. Семей, Қазақстан. Рахмет. Қайырлы күн, қымбатты диссертациялық кеңес мүшелері. Бүгінгі қорғау тамаша тақырып, өзекті, өйткені дәл қазіргі таңда жаңағы оқытудың жаңа бір механизмдерін жасау, қолдау үстіндеміз. Әрине соның мазмұнын жаңарту бағытында көп жұмыстар жасалып жатыр. Бұл жұмыс соның бір негізгі бір үлгісі деп санаймын. Талдауға көрсек, ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі дейді. Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға дайындалған Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызының жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбындағы диссертациялық жұмысы ғылымның жаңа даму бағытына сәйкес келеді. Зерттеу жұмысы мемлекеттік бағдарламалар мен стратегия талаптарына сәйкес келеді. Жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады. Тақырып өзекті, сондықтан да ғылымға өз үлесін қосады деп есептейміз. Зерттеу нәтижесі бойынша тақырыптың маңыздылығы айқындалып, зерттеу тақырыбы толықтай ашылған. Өзі жазу деңгейі жоғары, өзі жазу принципі бойынша жазу деңгейі жоғары, зерттеу жұмысына барлық академиялық жазу қағидалары орындалып, барлық стильдік ерекшеліктер мен талаптар қатаң сақталған. Докторант жан-жақты ғылыми зерттеу жүргізіп, отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми жұмыстары мен көркемдік мәтін негізінде тың тұжырымдар жасаған. Диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерінің жоғары мектепте оқыту әдістемесінің ғылыми теориялық негіздеріне тоқталса, бірінші тарауда солай тоқталса, екінші тарауда Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесін ұсынады. Мұхтар Әуезов әңгімелері, повестері әдебиеттану ғылымында біршама зерттелді, ғылыми диссертацияларда қорғалған. Қазақ әдебиетінде бұл бағытта жүргізген жұмыстарды үлкен жетістік деуге болады. Дегенмен жазушының әңгіме повестерін жоғарғы мектепте оқыту, оның ғылыми әдістемелік жүйесін жасау қазіргі кезде кезек күттірмейтін мәселенің бірі. Сол себепті де Әуезовтің әңгіме повестерін жоғарғы мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту диссертациялық жұмыстың өзектілігін көрсетеді. Диссертация мазмұнын, диссертация тақырыбын айқындайды. Жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты диссертация мазмұны жұмыс тақырыбын айқындайды. Азат Бақыт Айнұр кешенді ғылыми зерттеу жүргізіп, тақырыпты толық қамтыған. Зерттеуде ғылыми тұжырымдар нақты мәтіндер арқылы дәйектелген, алынған нәтижелер зерттеу тақырыбына сай. Келесі, мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертант зерттеу барысында қойылған мақсат пен міндеттерге толық жеткен, нақты міндеттерге сәйкес Әуезовтің әңгіме повестерінің тақырыптық мазмұндық көркемдік жүйелерін оқытудың теориялық негіздері айқындалып, жазушының әңгіме повестеріндегі тарихи және көркемдік шындық негізінде оқытудың педагогикалық психологиялық аспектілері негізделген. Әуезовтің әңгіме повестерінің жоғары мектепте оқытылуы, оқу бағдарламалары негізінде сараланып, білім беру мазмұнының құрылымдық жүйесіндегі орны әдістемелік тұрғыда анықталған. Келесі, диссертацияның барлық бөлімдерімен құрылысы логикалық байланысқан дейді, толықтай өзара байланысқан. Зерттеу мазмұнының ішкі бірлігі сақталған, ғылыми жұмыстағы ізденушінің талдаулары мен ой пікірлері диссертациядағы тұжырымдармен және қорытындылармен сабақтасады. Бұл зерттеудің бір тұтастығын қамтамасыз етеді. Келесі, автор ұсынған жаңа шешімдер
дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған сыни талдау бар. Оқыту мен әдістер жеткілікті деңгейде дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған, сонымен қатар диссертация мазмұнындағы талдаулар, тұжырымдар мен қорытындылар сыни талдауларды да қамтиды. Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табыла ма деген сұраққа толығымен жаңа. Диссертант Азат Бақыт Айнұрдың диссертациялық жұмысында алынған ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа. Бұл жұмыс жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбын зерттеуді арнайы нысан еткен алғашқы докторлық диссертация болғандықтан, зерттеу жұмыс тақырыбы өзекті және зерттеу нәтижелері толықтай жаңа деп айтуға негіз бар. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табыла ма? Жаңа. Әуезовтің әңгіме повестерінің жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың ғылыми теориялық және әдістемелік негіздері айқындалып, педагогикалық психологиялық аспектілері ғылыми жүйеленген. Мұхтар Әуезов әңгімелерін оқытудың тақырыптық мазмұндық жүйесі анықталып, тарихи және көркемдік шындық негіздері ұлттық құндылық тұрғысынан талданған. Жазушының әңгіме повестерін оқытудың әдістемелік жүйесін саралау арқылы оны оқытудың негізгі принциптері ғылыми тұрғыдан негізделген. Әуезовтану элективті курсына арналған оқу әдістемелік кешені әзірленіп, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мамандарын даярлау үдерісінде қолдану ұсынылған. Жазушының әңгіме повестерін жоғарғы оқу орындарында оқытуға арналған мазмұндық құрылымдық жүйе жасалып, инновациялық әдіс тәсілдері тиімді тәжірибелік жұмыстар арқылы дәлелденген. Келесі, техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бе? Толығымен жаңа. Диссертациялық зерттеуде ұсынылған барлық шешімдер толығымен жаңа болып саналады. Зерттеу білім берудің заманауи технологиялық мүмкіндіктерін көрсетеді. Көрініп тұрмын ба? Келесі, барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерді негізделген. Талдау нәтижелері негізінде ұсынылған қорытындылар мен түйіндер ғылыми тұрғыдан ауқымды мәселелер шешуге бағытталған. Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап беру қажет дейді. Қағидат дәлелденді ме? Дәлелденді. Бұл тұжырымда ереженің дәлелденгенін тексеру мүмкін емес. Тривиалды ма? Жоқ. Бұл тұжырымдарда ереженің тривиалды екенін тексеру мүмкін емес. Жаңа ма? Иә. Бұл тұжырымда ереженің жаңашылдығын тексеру мүмкін емес. Қолдану деңгейі кең. Мақалада дәлелденген бе? Иә. Жаңа ғалым хатшы қаншалықты мақалалары бар, ғылыми еңбектері бар, ол жөнінде санамалап өту, ол жөнінде айту маған қажет емес деп ойлаймын. Әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған. Иә. Ғылыми жұмыстың әдістемесі негізделген, дәйектілік принципі толық сақталған, диссертацияның кіріспе бөлімінде зерттеу әдіснамасы толық сипатталған, зерттеу барысында педагогикалық, психологиялық және көркем шығармаларға ғылыми теориялық тұрғыдан талдау жүргізіліп, объективті аналитикалық әдістер жинақтау, жүйелеу және ой қорыту тәсілдері, экспериментті ұйымдастыру кезеңінде көркемдік талдау, бақылау, сауалнама, әңгімелесу, диагностикалық әдістері, алынған мәліметтер талдау мен өңдеу үшін қорыту, салыстыру және эксперименттік деректерді сараптау әдістері пайдаланылған. Келесі, диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманға әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Иә. Зерттеу нәтижелеріне қол жеткізуде ізденуші компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді қазіргі заманғы әдістер мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдаланған. Нақтырақ айтқанда, зерттеу жұмысында компьютерлік заманауи технологиялар мен платформалардың тиісті мүмкіндіктерін пайдаланған, кестелер мен суреттердің, диаграммалардың безендірілуі мен рәсімделуі диссертацияның мазмұндық құндылығын арттыра түседі.
Эксперимент нәтижесінде қол жеткізген сапалық өңдеулер мен сандық көрсеткіштермен толықтырылған. Теориялық қорытындылар модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Қорғауға ұсынылып отырған зерттеудегі теориялық қорытындылар, модельдер анықталған өзара байланыстар мен заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Теориялық деңгейдегі әдістер арқылы қол жеткізген нәтижелер эмпирикалық сипаттағы сауалнама, әңгімелесу, сұхбат, диагностикалық бақылау, педагогикалық тәжірибе, айқындаушы және қалыптастырушы эксперимент модельдеу сияқты әдістермен бекітілген. Маңызды мәліметтер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Диссертациялық жұмыстағы мәліметтер нақты және сенімді ғылыми еңбектерді сілтемелер беру арқылы расталған. Зерттеудің мазмұнында кездесетін сілтемелер бойынша дереккөздер еш күмән тудырмайды. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Зерттеудегі пайдаланған әдебиеттер тізімін әдеби шолуға жеткілікті. Зерттеудің әдіснамалық негіздері қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ әдебиеті оқыту әдістемесі бойынша отандық және шетелдік ғылыми әдістемелік еңбектерді қамтиды. Мәселен, Көшімбаев, Қоңыратбаев, Ақшолақов, Жұмажанова, Дайырова, Тілешев, Мақпырұлы, Османов, Бітібаева, Тамаев, Әрінова, Құрманбаева, Жұмақаева, Рахманова, Жұматаева, Әбдімомынов тағы басқа ғалымдар мен әдіскерлердің еңбектерін қарастырып, теориялық тұжырымдар мен қолданылған әдістеріне сүйенген. Жұмыста зерттеу тақырыбы бойынша 118 дереккөз көрсетілген. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Диссертация толық маңызға ие. Зерттеудің нәтижелері жоғары теориялық мамандықтарға қазақ әдебиеті оқу курсының мазмұнын жетілдіруге, оқыту әдістемесін дамытуға септігін тигізеді. Сондай-ақ зерттеу барысында көзделген әңгіме повестерді көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың әдістемелік негіздерін анықтауға, шығармашылық тапсырмаларды орындауға, пәндік құзыреттілігін қалыптастыруға көмектеседі. Жазушының шығармаларын оқыту арқылы жоғары мектепте студенттердің әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар, әдістер мен қоғам әсері, кейіпкерлер жүйесі, тақырып пен идея, суреткерлік шеберлік, қаламгердің стильдік белгілері, шығарма құрылымы мен композициялық талдау, тағы басқа мәселелер туралы әдебиет теориясында алған білімдерін тәжірибе негізінде бекітеді. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикалда қолдану мүмкіндігі жоғары деген сұраққа иә дейміз. Диссертацияның практикалық маңызы жоғары және алынған нәтижелері практикада қолдану мүмкіндігіне жоғары. Диссертациялық жұмыс нәтижелері жоғары оқу орындарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәніне қосымша материалдар болады. Қазіргі қазақ әдебиетінің сипаттарын оқытуда әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар тақырыбын талдау кезеңінде де диссертация нәтижелерін қолдануға болады. Жоғары оқу орындарында әуезов шығармаларын оқыту, басқа да жекелеген қаламгерлер шығармаларын оқыту, шағын прозалық шығармаларды оқытуға қатысты элективті пәндерге материал ретінде пайдалануға жарамды. Зерттеу жұмысының нәтижелерін жалпы білім беретін оқу мектептерін мұғалімдері, жоғары оқу орнының білім алушылары, әдістеме бағытындағы оқытушылар мен көмекші оқу құралдары ретінде пайдаланылады. Келесі практикалық ұсыныстар жаңа болып табылады, толығымен жаңа. Диссертациялық зерттеудің практикалық ұсыныстар зерттеудегі практикалық ұсыныстар жаңа, өйткені жоғары мектепте әуезов әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты бұл тақырып алғаш рет зерттеу нысаны ретінде таңдалып отыр. Академиялық жазу сапасы жоғары, ғылыми зерттеулерге қойылатын талаптарға сәйкес келеді, стильдік, орфографиялық қателерді кездеспейді, баяндау тілі жатық, техникалық талаптар толығымен сақталған. Зерттеу жұмысының ғылыми әдістемелік құндылығын бағалай келе біраз ескертулер мен ұсыныстар айтуға тура келеді. Бірінші,
18 бетте Ақшолақовтың көркем шығармаға талдау жасау атты еңбегін талдағаннан кейін, мектепте әуезов шығармашылығын оқытуды тұтастай қарастырып, іргелі еңбектер жазған. Мұхтар Әуезов шығармаларын оқыту 94 жылғы. Мұхтар Әуезов туындыларын мектепте оқыту 2000 жылдар атты оқулық оқу құралдарын әуезов тану ғылымына қосылған іргелі еңбектер қатарынан көреді деген сөйлеммен жаңа ой басталады. Осы сөйлемдегі автор, осы сөйлемдегі автордың аты аталмағандықтан ой түсініксіз болып қалған. Келесі сөйлемде Бітібаеваның еңбектеріне тоқталып өтіп кетеді. Екінші ескертпе деуге болады. Диссертацияның 96 бетте Исмаил Талип зерттеуін ағылшын тілінде атап береді. Зерттеу тақырыбының аударылмау себебін түсіндіре кетсе. Келесі 89 бетте Жақсылық деп ғалымның аты жөні орысша, 90 бетте Абдимумынова деп орысша жазылып кеткен. Осыған мән беру керек еді. Бұл көрсетілген ескертпелер мен ұсыныстар жұмыстың құндылығына нұқсан келтіре алмайды дегім келеді. Соңғысы докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі, диссертациялық мақалалар сериясын санында қорғалған жағдайда ресми рецензиттен докторанттарының зерттеу құндылық принципі. Бұл жерде докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі жоғары, зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті бекіткен ғылыми басылымдарда еңбектері жарық көрген. Оны санамалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Зерттеу жұмысы бойынша бір оқу құралы әзірленген. Бұл жарияланымдар диссертацияны қорғау талаптарына сәйкес келеді. Осы тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Жоқ, сізге сұрақ қоюға хақымыз жоқ. Менің баяндамама қатысты. Сізге рахмет айтамыз. Бірақ сізден бір нәрсе талап етіледі. Ең соңында, бұл жұмыс философия докторы дәрежесіне лайық па, лайық емес пе, шешіміңізді айтуыңыз керек. Әрине. Соны айтыңыз. Лайық. Лайық емес десе, лайық емес дейміз. Лайық болса, лайық. Лайық деп айтамыз. Оны батырманы басу арқылы көрсетеміз ғой. Жоқ. Жұмыс жаңағы 8-07 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша. Азат Бақыт Айнұр Амангелді қызының жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты тақырыбындағы диссертациялық жұмысына оң баға бере отырып, 8D01-701 қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Міне, енді сөзіңіз енді аяқталды. Рахмет сізге. Осы рецензенттікке келіскеніңізге, жұмысымызға үлес қосып отырғаныңызға диссертациялық кеңес атынан рахмет айтамын. Рахмет. Енді сөз диссертантқа рецензенттің ескертпелеріне жауап беру үшін беріледі. Рошан Мұратханова, сіз пікіріңізге, талдау сараптарыңызға көп рахмет айтамын. Ескертпелеріңіз орынды, негізді, ұсыныстарыңызды болашақ зерттеулеріңізде міндетті түрде жан-жақты қарастырамыз. Түсініңіз бе? Рахмет. Жақсы. Келесі сөз рецензент Алмас Әбдіманапұлына беріледі. Қайырлы күн. Оған да
Алмас саған алдын ала рахмет айтып қояйын. Сен біздің кеңестің жұмысына көп көмек көрсетіп келе жатырсың. Соны айрықша атап өткім келеді. Рахмет. Рұқсат па сөз бастауға? Әрине. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Шынымен де соңғы 5 жылдықта әдістемеден, яғни оқыту әдістемесі бойынша жақсы диссертациялар қорғалып жатыр. Бұрынырақта бұл тақырыпта материал табу, мынау жаңа технологиялармен оқыту бойынша мәлімет іздеу өте қиын болатын. Қазір жақсы тақырыптарда қорғаулар жүріп. Мынау Евразия университетінде, одан кейін Қарашаңырақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, одан кейін Қыздар педагогикалық университетінде осы әдістеме бойынша жақсы қорғаулар жүруде. Бүгінде сондай бір жақсы қорғауға куә болып отырмыз. Енді ресми жазбаша пікірмен таныстыруға рұқсат етсеңіздер. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің PhD докторы Найманбаев Алмас Әбдіманапұлының 8-01-701 қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алуға дайындалған Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызының жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты тақырыбына жазбаша пікір. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына сәйкес болуы. Аталған тақырыптағы диссертация ғылымның жаңа даму бағыттарына толығымен сәйкес келеді. Зерттеу жұмысы төмендегідей мемлекеттік бағдарламалар мен стратегия талаптарына сәйкес келеді. Ең алдымен Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы жоғары білімді және ғылымды дамытудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңы, одан кейін Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 22-26 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Диссертациялық жұмыс тақырыбы өзекті. Докторант тақырыпты терең қарастырып, зерттеу нәтижелерін эксперимент қорытындысы арқылы көрсетіп, зерттеу тақырыбын толықтай ашады. Диссертацияның маңыздылығы дәлелденген, жұмыстың өзектілігі, жаңалығы, теориялық және тәжірибелік маңызы толыққанды көрсетілген. Диссертант Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың ғылыми әдістемесіне талдау жасай отырып, шығармашылық тапсырмалар түрлерін ұсынады. Зерттеу жұмысында алынған ғылыми нәтижелері қазақ тілі білімі, әдебиеттану, педагогика, психология, әлеуметтану, мәдениеттану, әдістеме ғылымдарының ары қарай дамуына ғылыми теориялық және практикалық жақтан үлес қосады деп айтамыз. Өзі жазу принципі бойынша өзі жазу деңгейі жоғары. Зерттеу жұмысында барлық академиялық жазу қағидалар орындалған, барлық стильдік ерекшеліктер мен талаптар қатаң сақталған, өзіндік сыни пікірі бар, ғылыми тілі жатық. Диссертанттың қорғауға ұсынып отырған тұжырымдамалар зерделенген және жарияланған жұмыстардың нәтижесі болып табылады. Ішкі бірлік принципі. Диссертацияда ішкі бірлік принципі сақталған. Бірінші тарауда Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары мектепте оқыту әдістемесінің ғылыми теориялық негіздеріне тоқталады. Екінші тарауда Әуезовтің әңгіме повестерін оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесін ұсынады. Қазақ әдебиетінде бұл бағытта жүргізілген жұмыстарды үлкен жетістік деп айтуға болады. Дегенмен жазушының әңгіме повестерін жоғары мектепте оқыту, оның ғылыми әдістемелік жүйесін жасау қазір кезек күттірмейтін мәселелерінің бірі. Сол себепті де диссертация өзекті. Жалпы бейресми пікір айтып кетейін осы жерде. Мына арнайы Әуезовтің әңгімелерін оқыту деген жоғары оқу орындарында жоқ. Бұл 20 ғасырдың басында қазақ әдебиетінің пәнімен кіріктіріліп оқытады. Бұрын 2000 жылдарға дейін осы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде арнайы болған, ол кезде пәндер каталогын ұсынушы еді ғой. Қазір ондай жоқ, сондықтан бұл тақырыпта зерттеу жасап, жоғары мектепте оқыту жүйесін ұсыну өте өзекті және оңай шаруа емес деген пікір айтқым келеді. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы ояту атты тақырыбындағы диссертация мазмұны
жұмыс тақырыбын айқындайды. Азат Бақыт Айнұр әуезовтану атты оқу құралын дайындап, кешенді ғылыми зерттеу жүргізіп, тақырыпты толық қамтыған. Әдебиетті оқыту мен пән мазмұнын анықтауда дидактикалық және теориялық жетекші қағидаттар, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіне негізделген алдыңғы қатарлы тәжірибелер, сондай-ақ оқу үрдісінде қолданыс тапқан оқытудың заманауи әдіс тәсілдері негізге алынып, педагогика және психология әдістеме салаларында жаңа көзқарастар мен жетістіктер, зерттеулердің түйімді тұстарын пайдаланған. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келе ме? Толығымен сәйкес келеді. Нақты міндеттерге сәйкес жазушының әңгіме повестеріндегі тарихи және көркемдік шындық негізінде оқытудың педагогикалық психологиялық аспекттерлерін негіздеп, жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың технологиясын ұсынады. 4-4 диссертацияның барлық бөлімдерімен құрылысы логикалық байланысқан. Толықтай өзара байланысқан деп айта аламыз. Диссертация кіріспе мен қорытындыдан әр тарау іштей тараушалардан жұмыста тұжырымды дәлелдеу мақсатында кестелер мен сызбалар берілген. Бұл өз кезегінде зерттеудің өзектілігін анықтайды. Әр тарауда логикалық жүйе сақталған. Автор ұсынған жаңа шешімдер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Диссертант ұсынған жаңа шешімдер дәлелденіп, бұрынғы белгілі шешімдермен салыстырылады, сыни талдаулар жасалған. 5. Ғылыми жаңалық, ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табылама. Диссертациялық жұмыста алынған ғылыми нәтижелер және қағидаттар толығымен жаңа. Бұл жұмыс жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты тақырыбын зерттеуді арнайы нысан еткен докторлық диссертация болғандықтан зерттеу жұмыс тақырыбы өзекті және зерттеу нәтижелері толықтай жаңа деп айтуға негіз бар. 5-2 диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады. Өйткені, біріншіден Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары мектепте көркемдік талдау әдісі арқылы оқытудың ғылыми теориялық және әдістемелік негіздері айқындалып, педагогикалық психологиялық аспектілері ғылыми жүйеленген. Екіншіден, Мұхтар Әуезов әңгімелерін оқытудың тақырыптық мазмұндық жүйесі анықталған, тарихи және көркемдік шындық негіздер ұлттық құндылық тұрғысынан талданады. Үшіншіден, Әуезов жазушының әңгіме повестерін оқытудың әдістемелік жүйесін саралау арқылы оны оқытудың негізгі принциптері ғылыми тұрғыдан негізделген. 5-3 техникалық және технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдер жаңа және негізделген бе? Диссертант зерттеу жұмысында көрсетілген мақсат міндеттерді шешу барысында қолданылған техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері толығымен жаңа, әдістемелік тұрғыда негізделген. 6. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерге негізделген бе? Дәлелдемелерге негізделген, оған диссертанттың зерттеу нәтижесінде алған тұжырымдамалар дәлел. Мәселен, Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестері әлемдік деңгейде көтерілген ұлттық әдебиетімізде жаңашылдық жаршысы екені, жазушы туындыларында сомдалған кейіпкерлер өмірі, олардың портреттері мен характерлері, табиғат құбылысы, адам психологиясының суреттерінің қас шебері, қаламгердің реалистік және гуманистік бағыттағы шығармаларын оқыту білім алушылардың бойында адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алушыларға Әуезовтің әңгіме повестерін оқыту болашақ мамандардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Олардың білім сапасын арттыруға негіз болады. Жалпы адамзаттық және құндылықтарды қадірлеуге баулиды, олардың танымдық қабілеттері тереңдей түседі. 7. Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап беру қажет. Қағидат дәлелденді ме? Диссертациялық жұмыста қағидаттар дәлелденген. 7-2 жұмыста келтірілген дәлелдер тривиалды емес. 7-3 зерттеу жұмысында көрсетілген қағидаттар жаңа. 7-4 диссертацияда қағидатты қолдану деңгейі кең. 7-5 диссертация тақырыбына қатысты жарияланған мақалалар толығымен тақырыпқа сәйкес келеді. 11 ғылыми мақала жарияланған, бір оқу құралы жарық көрген. 8. Дәйектілік принципі. Ғылыми жұмыстың әдістемесі негізделген. Дәйектілік принципі толық сақталған. Диссертацияның негізгі бөлімде Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесі толық сипатталған. 8-2. Диссертация жұмысының нәтижелері қазіргі заманғы әдістер мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған.
8-2. Теориялық қорытындылар модельдер. Теориялық қорытындылар модельдер анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар зерттеулермен дәлелденген және расталған. Диссертанттың зерттеу барысында жасаған тұжырымдары мен нәтижелері 20 кестеде 18 сурет түрінде ұсынылған. 20 кесте 18 сурет түрінде ұсынылған. Ұсынылған әдістемелік жүйенің ұтымдылығын анықтауға бағытталған сынақтарды өткізу барысындағы эксперимент нәтижелері сандық, сапалық тұрғыдан көрнекі көрсетілген. Диссертациялық жұмыстағы мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми еңбектерге сілтемелер беру арқылы расталған. Пайдаланған әдебиеттер диссертацияның мазмұнын ашуға теориялық әдістемелік тұрғыда ғылыми негіздеуге мүмкіндік береді. 9. Практикалық құндылық принципі. Диссертациялық жұмыстың теориялық маңызы жоғары. Диссертация әдебиетті оқытудың өзекті мәселесін шешуге арналуымен ерекшеленеді. Зерттеуде қазақ тіл білімі, әдебиеттану, философия, педагогика, мәдениеттану және әдістеме ғылымдарының тақырыпқа сай ғылыми теориялық қағидалар мен әдістері негізге алынған. 9-2. Зерттеу нәтижелерін тәжірибеде, яғни қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәніне қосымша материалдар ретінде және 20 ғасыр басында қазақ әдебиеті пәніне қосымша материал ретінде пайдалануға болады және мүмкіндігі жоғары. Талдау кезінде, яғни ағымдар мен бағыттар тақырыбын талдау кезінде қолдануға мүмкіндігі жоғары. 9-3. Диссертациялық жұмыстың практикалық ұсыныстар толығымен жаңа. Айнұр Амангелдіқызының жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты тақырыбындағы докторлық диссертациясы барлық талаптарға сәйкес келеді. Толық аяқталған жұмыс. Академиялық жазу сапасы. 10. Диссертанттың академиялық жазу сапасы жоғары деңгейде. Диссертация толық аяқталған және объективті түрде жазылған жұмыс. Ғылыми стильді ұстанған, жүйелі құрылымды сақтаған, сілтемелерді дұрыс қолданған. Диссертацияның құрылымы мен мазмұнын рәсімдеу ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. 11. Диссертацияға ескерту немесе ұсыныс. Ұсыныс деп айтайын. 1. Диссертацияда стилистикалық жағынан кейбір сөйлемдердің сапасын жақсарта түссе. 2. Диссертацияның мәселен 100 бетте Тұрсын Жұртбай Мұхтар Әуезов өмірбаяны мен шығармашылық туралы терең білетін ғалым, жазушының шәкірті болған, қасында сенімді інісі болған Қаймұхаметқановтың оқыған азамат әңгімесінің сюжеті мен қаламгер өмірінің оқиғаларын салыстырып отырып, Мақсұттың прототипін анықтайды деген сөйлемде орфографиялық қателер бар. Осыны дұрыстасаңыз алдағы уақытта. Дегенмен бұл айтылған ескертулер диссертацияның ғылыми тұрғыдан құндылығына және практикалық маңызына нұқсан келтірмейді деп санаймын. 12. Докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі. Докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі жоғары. Яғни, Коксон дейміз, ғылым және жоғары білім сапаны бақылау комитеті бекіткен журналдарда 5 мақала. Одан бөлек халықаралық конференцияларда және Scopus базасында мақала жарияланған бір оқу құралы әзірленген. Бұл жарияланымдар диссертация қорғау талаптарына сәйкес келеді. 13. Ресми рецензенттің шешімі. 8-01-701 қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша дайындалған жоғары мектепте Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту атты тақырыбындағы ізденуші Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызына философия докторы дәрежесін беру үшін толығымен жұмыс лайық деп есептеймін. Дәрежесі берілсін деп дауыс беремін. Рахмет. Рахмет. Рахмет Алмас Әбдіманапұлы. Ал сөз диссертантқа рецензент ескертулеріне жауап беру үшін. Алмас Әбдіманапұлы, пікіріңізге, талдау сараптамаңызға көп рахмет айтамын. Келешекте орфографиялық қателерді жөндейміз және тағы да басқа ескертпелерімізді болашақта жан-жақты қарастырамыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Енді бейресми бір түскен жоқ. Бірақ қазір бұлай істегім келіп отыр. Мынау менің талабы бойынша
Biz бұндайда Скопуста мақаласы жоқ болғандықтан шетелдік Web of Science мақалалары бар. Ғалымдардың пікірі керек. Осы мақсатта біз бүкіл Қазақстан жақсы көретін профессор Метин Екижиді шақырдық. Сондықтан кеңесшілер тұра тұрады. Қазір Метин Екижидің пікірін тыңдауға рұқсат етіңіз. Rahmet Söz Can профессор Метин Екижиге беріледі. Dabısını istileme. Естілсін. Ya berinizge köp rahmet. Осының десті көріп болды, құмар деген өлең бар біздің жақта. Hürmetli Korgav Töregası, hürmetli müşerler, berinizge Türkiye'den, İzmir Kalası'ndan, Ege Üniversitesi'nden köp salam aytamam birincide. Ben fikrimde okuyayım, ruhsat verseniz. 8.07.01 Kazak Dilimen Edebiyatı Bilim Bölümü Bağdarlaması boyunca filozofiya doktoru PhD derecesini alışındayım dalgan Azat Bakıt Aynur Aman Geldi kızının Jokarı Mektepte Muhtar Avezoğut'un Angime Povestler'in Körkemlik Taldav Edisi Arkalı Oktuğu adlı dizertasiyalık cumusuna gülmi fikrim. Akbaratlık teknologiyalardan farkında damumen Jahan Tanu üderisinin terende tüsü gazirgi zamanının ruhani konduluklardan kayta karavga negiz boluda. Alemdik ekonomikanın özara ıkbaldastığı men baylanıstardın negayu medeniyet aralık karım katınastardın erkin yüzüge asuğuna ıkbal eteti sözsüz. Alayda munday özgerister turmustuk salaga on aserin tingizgenimen ultuk kunduluklarga katısı bir katar meselelerde de algı tartadı. Osu özgeristerdi eskere oturup sondu yılları ultuk edebiyatı zertevmen okuduğu edisnamesin jana edistemelik tezillerin tübegeyli janaşa közlüğe karas ben karıştırı üderisi karkın alıda. Kazakistan'daki bilim veri üyesinde Muhtar Avazoğlu mirasının manızı zor. Jalpa adamzattın kuduluğuna aynalgan gasırlık tuğunduğu Abay Jolu roman epopiyası kazırgı zamanevi bilim veride de bastı gazinemiz bolup sanıladı. Muhtar Avezoğlu'nun çıkarmalarını okuduğu mugallimliğin kesibi biligi men şeberlikin gayet etedi. Muhtar Avezoğlu mirası halık talantının karkın körünüsü nanız oktuk kazina. Adamzattın akıl oyunun ulema yazılışısı Muhtar Avazoğlu çıkarmalarının kalay okuduğu gerek. Onu jastardın boyuna kalay singiri gerek. Osu mesele her bir edebiyatçı üstazı oylandırıp gelgeni rast. Dizertant yazılışı Muhtar Avazoğlu'nun yengime povestlerden okuduğun klimi edistemelik megizlerin ayındavda olardan pedagogikalık, jane psikologiyalık negizlerin teoriyalık jane edistemelik turguda Jean-Jacques Zerdelep sarılagan. Zertev jumusundaki her bir teoriyalık tujurum, oy fikir galimi jane edistemelik dereklerge negizdelgen. Dizertant bilim aluşularga Jokarı Mektepte Muhtar Avazoğlu'nun yengime povestlerin körkemlik taldav edisi arkalı okuduğun erekçeliklerden aykında maksatı salgan, her bir galimi janalığın teoriyalık maksatlar şeşimine bakındıra algan. Jumustun teoriyalık negizi Kazak edebiyatı edistemesinin jana teknologiyalarına katıştı. Burun sondu jürgisilgen zertevlermen ondaki galimi tujurumdarga suyene oturulup yazalgan. Azak Bakıt Aynur, Zertev jumusunda kalemgerdin engime povestlerin okuduğuda çıkarmanın takırıptık ideyalık belgileri aşu, sujettik kurulumduk taldav jasal, keyifkerler jüyesi mencumu siyaktı
en negizgi edebi teoriyalık meselelerde taldav arkalı körkemlik kuvvetın, autorluk sunumda, suretkarlık, şeberlikli, aşu barısında, türlü edis tesilderde, zamanevi innovasiyalık teknolojiyalarda kullanır. Modeldik, dramaturgika problemalık, asosyaldik, salыстırı, salgastırı. Janetiyimdilik ve tecrübelik jumuslar arkalı delildegen. Dizertant Azak Vakit Aynur, Muhtar Avezoğlu'nun engime povestleri boyunca bilim alışularga Avezoğlu Tanı adlı takırıpta oku kuralın usungan. Muhtar Avezoğlu'nun engime povestlerin okuduğu boyunca cürgizilgen edistemesin, ilmi turgudan bayanda. Çıgarmalık tapsırmalar men keşendi jumuslar jüyesin kurastırgan. Dizertantın pedagogikalık eksperiment jumuslarının neticeleri, zertev jumusun müddetleri men bolcamının durustun delildeydi. İzlenivşü, zertev barısında ilmi teoriyalık jane tecrübelik turgudan jokarı neticelere kol jetkizgen. Zertev taqırıbı, kirispeden eki negizgi taravdan, korutundan, faydalanılgan edebiyatlar tiziminen jane kosumşalardan turadı. Doktorantın zertev jumusu öz maksatı men mindetlerine toluktay kol jetkizgen. Jumus neticeleri şeteldik jane otandık ilmi tecrübelik konferansiyalarda cariyalanıp talgılangan. Bul jariyalanımda doktorantın ilmi izlenisinin terendigin zertev takırıbına jüyeli janaşıl turgudan kelevin aygın körsetildi. Koruta kelede Azat Bakıt Aynur Amangeldi kızının 8.1.1.7.01 Kazak Dilimen Edebiyatı bilim beri bağdarlaması boyunca filozofiya doktoru PhD derecesinin alıuşundayındagan Jogarı mektepte Muhtar Avezoğlu'nun engime povestlerinin körkemdik taldav edisi arkalı okuduğu takırıbında yazılgan dizertasiyalık jumusunun yanışıldığı men ilmi mangızılığın eskere oturup korgavga usunuga boladı der esepteymin PhD derecesi berü layıktı deymin. Perinizge rahmet. Rahmet Metin Bey. Söz dissertatқа bir resmi pikirge cevap беруш. Metin Ekici, талдау сараптамаңызға пікіріңізге көп рахмет айтамын. Жақсы рахмет. Енді бұрынғы арнамызға түсеміз. Оны кеңесшілер сөйлейді деймін. Сөз профессор Картаева Айжан Маратбековнаға беріледі. Отандық Мұхтар әуезов мұрасы халық талантының жарқын көрінісі, нағыз ұлттық қазына. Адамзаттың ақыл ойының ғұлама жазушысы Мұхтар әуезов шығармашылығын қалай оқыту керек, оны жастардың бойына қалай сіңіру керек, осы мәселе әрбір оқытушыны, әрбір ұстазды ойландырып келгені рас. Қай кезеңде қай туындысын алсақ та Мұхтар әуезов туындыларының тақырыбы мәңгілік мәселені қозғайды. Жазушының әңгіме повестер арқылы өткен ғасыр басындағы қазақ халқының толғақ жеткен күрделі мәселелерін, замана шындығын, қоғам болмысын біз білеміз. Осыған сәйкес докторант Азат Бақыт Айнұр докторлық диссертациясында Мұхтар әуезовтің әңгіме повестерін жоғары оқу орнында көркемдік талдау әдісі арқылы оқытуды арнайы зерттеді. Диссертант зерттеу жұмысын жүргізудің алғашқы кезеңінде тақырыптық ғылыми әдіснамалық негіздерін анықтау мақсатында іргелі еңбектерге әдеби теориялық әдебиеттің әдістемесі бағытындағы монографияларға, оқулықтарға, оқу құралдарына, ғылыми мақалаларға талдау жасады. Мұхтар әуезовтің әңгіме повестерін зерттеу және оларды оқытудың заманауи әдіс тәсілдерін анықтау мақсатында жетекші әдіскер ғалымдар мен әдебиеттанушылардың еңбектері мен ғылыми зерттеулері талдады.
тақырыпқа қатысты ғылыми тұжырымдар танытады. Көркемдік талдау әдісіне қатысты психологиялық педагогикалық еңбектерге шолу жасап, оның әдебиеттің әдістемесімен байланысты қырларын айқындады. Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін тақырыптық идеялық мазмұны мен тарихи шындық көркемдік таным негізінде оқытудың жолдарын қарастырды. Көркем шығарманы сюжеттік композициялық және көркемдік идеялық мазмұнымен талдаудың тиімді жолдарын ұсынды. Жазушының әңгіме повестерін оқыту барысында шығарманың тақырыбы мен идеялық мазмұнын ашу, сюжеттік композициялық құрылымын талдау, кейіпкерлер бейнесін зерттеу сияқты басты әдеби теориялық мәселелерге назар аударды. Бұл зерттеу әңгіме повестердегі көркемдік ерекшеліктерді, авторлық көзқарасты, суреткерлік шеберлікті айқындауға бағытталған түрлі әдіс тәсілдер мен технологияларды қолдану арқылы диссертанттың талдау, эксперимент жасау жұмыстары кезінде көрінді. Азат Бақыт Айнұрдың жарияланған мақалалары диссертация мазмұнына сай алынған тақырыбы аясында жазылып, тың тұжырымдармен танылды. Диссертациялық тақырыптың құрылысы алған тақырып аясында қарастырылды. Осы себепті еңбек ізденушілерге қойылатын талаптарға жауап бере алады. Докторант Мұхтар Әуезовтің әңгіме повестерін жоғары оқу орындарында оқытуға арналған әуезов тану пәнінің оқу әдістемелік кешенін және оқу құралын ұсынып отыр. Докторлық диссертацияларға қоятын талаптарға сәйкес Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызының қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған жоғары мектепте Әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік әдіс талдау әдісі арқылы оқыту атты диссертациялық жұмысын қорғауға ұсынуға болады деген пікірдемін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Сөз енді шетелдік кеңесші профессор Ержан Алқаяға беріледі. Саламатсыз ба? Рахмет. Hürmetli törağa, hürmetli қорғау мүшелері. Sözümді бастамас бұрын баршаңызға selam жолдағым келеді. Aynur Azat Bakıt'ın Жоғары мектепте Muhtar Әуезовтың әңгіме повестlerin көркемдік талдау edisi arqılı okutu adlı dissertansiyalıq жұмысына şetellik qılmi kenesçi fikrini aytamın. Ələmdik ekonomikanın özara ıqbaldaslığı mən baylanışlardın nığayı medeniyet aralıq tarım katınaslardan yerkin yüzege asuna ıqbal yetetini sözsüz. Alayda munday özgeristler turmusluq salağa on eserin tigizbeni men ultluk bunduluklarga katıştı bir qatar meselelerde de alğa tartadı. Osu özgerislerde yeskere oturup songu yılları ultluk edebiyette zertevmen oktu edistemasın jana edistemelik təsirlerin tübegeyli janaşa köz qaraspen qarasturu öderisi qarqın alıda. Muhtar Əvəzov əngümələri, povestləri edebiyat tanı qılımında bir şema zərtəldi. Qılmi dissertansiyalar da qorğaldı. Qazaq ədəbiyyatında bu vaxtda жүрgüzülgən jumuslardı ülkən yetistik dəvgə boladı. Degənmən yazıvşının əngimə povestlərin joğarı məktəbdə okutu, onun qılmi edistemelik jüyesin jasav, qazırki kezek küttürmeytin meselelerden biri. Sol sebepti de Muhtar Əvəzov'un əngimə povestlerin joğarı məktəbdə körkemlik taldav edisi arqılı okutu dissertansiya jumusunun özelliğin aykındaydı. Osuğan saykes doktorant Aynur Azat Bakıt doktorluk dissertansiyasında Muhtar Əvəzov'un əngimə povestlerin joğarı məktəbdə okutuludun körkemlik taldav edislerin zərtdegen. Ələmdik bilim beri jüyesinde Muhtar Əvəzov murasının manızı zor. Jalpı adamzatın undalığına aynalğan Abayjolu roman epopoyası ələm jurtçılığının da qazınası. Muhtar Əvəzov'un tuğunduların okuduğu muğalliminin kesibin biligimen şeberligin qajet etedi. Doktorant Azat Bak Aynur Muhtar Əvəzov'un əngimə povestləri boyunca studentlərə
Avezovtanu adlı takırıpta oku kuralın hazırlap usungan. Avezovtun engime povestlerin körkemlik talda edisi arkalı okutu negizinde jürgüzületin edistemesin, gılimi turgudan bayanda çıgarmaçılık tapsırmalar men keşendi jumuslar jüyesin kurastırgan. Gılimi eksperiment neticeleri osu beyinlik kurs negizinde jürgüzülüp tecrübelik jumuslarının neticelerini taldav jasagan. Zertev barısındaki tujurumlarının teoriyalık negizi men gılimi bolcamların eksperiment arkalı daliller körsetken. Disertant zertev jumusları boyunca Muhtar Avezovtun engime povestlerin okutu teknologiyasının utumdılığın dayektep eksperiment neticesi arkalı korutındıların usungan. Disertansiyalık jumustun canaşıldığı basım özelliğine oray teoriyalık eğri tecrübelik kılmi akbaratı jetkilikti belgilengen talıplarga say resimlenip yazılgan. Koruta aytkanda doktorantın jumusu öz maksatına toluktay jetken. Zertev jumusu boyunca şeteldik, otandık gılmi praktikalı konferansiyalarga şıkkan jariyalanımları doktorantın köp izlenisin tanıtadı. Azat Bakıt Aynur Amangeldi kızının 8D01C01 Kazak Tilimen Edebiyatı Bilim Beri Bağdarlaması boyunca filosofiya doktoru derecesini alışın dayındagan jogarı mektepte Muhtar Avezovtun engime povestlerin körgemdik taldav edisi arkalı okutu attı disertansiyalık jumusun korgavga usunuga buladı dep esepteymin. Bärinize rahmet aytamın. Rahmet. Hürmetli Profesör Ercan Alkaya. Sizge көп rahmet aytamiz. Budan әрі de Қазақстан мен ортадағы шығармашылық байланыс дами береді деп, нығая береді деп санаймын. Енді талқылауға көшейік. Пікір айтатындар бар ма? Бұл пікір айтуға, басқа адамдар да пікір айтуына болады. Мысалы, қалай мүше емес, резидент емес. Пікір айтатындар жоқ па? Жаннат атымен жоғалып кеткен сияқты ма? Анау алмайды. Тағы интернет жоқ болып кетті ме? Онда ешкім пікір айтатындар жоқ па мүшелерде? Белсендірек болыңыздар. Жоқ болса, біреу нәрсе дейді, деген шығып тұрған. Онлайн болмай тұр дейді. Жақсы, жарайды. Иә. Бұл резидент қой. Одан да. Жанат шығып тұр. Жанаттың да, дауысы неге шықпай тұр? Жанат, естіп тұрсың ба бізді? Яға естіп тұрмын. Сөз сөйлейін деп тұрсың ғой, тәрізі.
Жоқ, сөйлемеймін, айтпаймын. Бұл басқа жоқ, мен Әскербек қызын айттым. Үшеу. Cevap verip duramazsın. Әскербек қызы, Жанат Әскербек қызы. Онда талқылауға көшеміз, сөз Жанат Әскербек қызына беріледі. Sen asker bakı sen sağ. Қайда жібердіңіз Жанат? Иә. Екінші бет götürmüş. Hayır. Mikrofon. Mikrofon. Микрофоныңды қос Жанат. Микрофоныңды қос Жанат. Кешіріңіздер, сіздердің дауыстарыңыз маған естілмейді. Сондықтан мен тыңдап отырмын. Интернеттің нашарлап сіздердің дауыстарыңызды ести алмай отырмын. Талқылау басталды. Сөз профессор Жанат Аймұхаммедке беріледі деп хабарлап отырмын. Пікір айтуым керек пе? Иә. Енді қорғаушының тақырыбына, зерттеу объектісіне қатысты біраз туындайтын мәселелер бар. Ең алдымен тақырыпқа қатысты көркемдік талдау әдісі. Жұмыстың мазмұнында негізінен бұл әдіс қандай әдіс, қандай бағытта, қандай позицияда деген мәселелер өте күңгірт сияқты. Бірақ негізінен алғанда енді диссертациялық жұмыс алдына қойған мақсатына жеткен, енді ізденуші барынша жаңағы әдістемелік мәселелерде, теориялық әдістемелік мәселелерде өзінше бір талдауларын, талқылауларын сұнған. Сондықтан мен енді мына жерде мүмкіндікте болмай жатыр. Кішкене жан жақтың бәрі не болып, шулы болып. Мен негізінен жұмысты қолдаймын. Рецензенттердің сөздерін тыңдадым, естілді. Талқылауларыңызды, қойылған сұрақтарды, берілген жауаптарды да қарап отырмын. Енді болашақта да бұл жұмыстың кішкене әлде шекі болған тұстары болса, әлде қарайтын тұстары болса, болашақта оны енді қарау керек деп есептеймін. Бұнымен тоқталып қалмас зерттеу. Сондықтан да негізгі позиция бұл жұмысты қолдаймын. Рахмет. Жаласында талқылау тоқтатуға рұқсат етіңіздер. Енді дауыс беруге көшеміз. Ал онда кеңес мүшелері мен рецензенттер. Қалғандарыңыз, кішкене сыртқа шығарыңыздар. Біз алып береміз. Диссертация де. Тақтайны болса қойып кетуге жағадай қойып. Тақтайны басты тосын жоғар көтеріледі. Жасылды басамын. Дауыс беру керек. Ben керек нұсқаны айтамын. Ешқандай шешім жоқ. Оны қалай білсін? Мына жерде.
4 adam dауыс берді. Bir adam karşı verdi. 2 adam karşı verdi. Қазір мен нете алмай жатырмын. Фамилиясын іздесем шықпай жатыр ғой, докторанттардың. Диссертациялық кеңес, докторант картасы. Екінші бетіне бәріңіз. Екінші бетіне. Ең астына түссеңіз, бір екі бет. Ойлаған. Жабылып ақтасып. Міне. Үстіне барам, е? Дәрежесін беру. Evet, söyledi. Çok işte koyduk çok Dağıs verildi. Türkiye'de çoğuz 6 oldu olsun. Her şeyden mi? Қазір қосылып жатыр едім. Şuradan böyle. Нұргүл, ана жіберіп қойдыңыз ғой 20-ға, е? Болды, енді ренжіп қалмаңыз. Жүгіріп барып әкелмеді деп осының бәрін дайындап беріп, үлгермей кетіп қалды. Енді мен Меруерт ханым, сіздің дауысыңыз. Бастыққа айтып қойдым, қазір өзіңге бал дейді. Мен қазір біттей босағанда сол жаққа барам. Сіз маған мен 20-дамын ғой, жамылғаным ғой, ана кісілер қай жерден әкеп жеткізеді, ана жұмыстарды қапқына. Жамбыл қалып келсінде сағат 2-де, онда мен барайын ана өткен бойы. Ие. Жетерden beri. 2 мұғалім жазып тұр. Соның бәрін жамбылда тосамыз, не? Өзім сағалам, бәрін жеткізіп берсем, Мына дауысты өшірген алым жоқ. Болды. Енді сөйтіп жүгірмесек, көрмей қаламыз. Мен айтып жұмыстар решкенген адаммен істеп қойған ғой, сол тренер мені асықтырды, болыңыз, мен өз жұмысымды тұру керек. Оны көріп, ана қызға саттым, ол берді. Мынау неге эфирге кіріп кеткен кім? Басқа адам. Мені қойыңызшы. Жоқ. Сізге қол қойдым, рецензияның ғана бағасын бересіз, болды. Оны саласыз, болды. Жарайды, онда мен ана Востокқа барып, сосын отырамын. Болды. Мен осы егесек болсам, davайте. Шына.
Анчеге шығарайықшы, WhatsApp. Берілген даусыңызды бассаңызшы, мына жақта бүкіл мәселеңіз біз тыңдап отырмыз ғой. Мынау кім мынау? Жітиш. Я aslında kredileri Mağlup üzümcü batacak batsa taşınır şimdi. Taşınır. Nasıl yüzü taşınır? Sonra zannedersin. Sen önce vereyim de. Ben kırkım geçireyim. Ana tanıyorum başlayayım. Aynı alakası kılıyorsun. Evet, ben kısım ben. bir de alışveriyorum. Birisine eksim. Alışveriyorum korkusu. Жариялаушы сөз алып хатшы Гүлбаршын Олжабаевасына беріледі. Hazır kışkene asılsın, gaz bir katlaması. Айтайық. Жалпы дауыс беруге бүгінгі диссертациялық кеңес мәжілісіне қатысқан адам саны 9 адам тіркелгені, дауыс беруге қатысқаны да 9 адам, оның ішінде 7 адам диссертациялық кеңестің тұрақты және шақырылған мүшелері, 2 адам ресми рецензент дауыс берді. Дауыс беруге қатысқан 9 бір ауылдан Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызына философия докторы дәрежесін беру туралы шешімді қабылдады. Хаттамасында қазір шығарамыз, кішкене техникалық нелер. Сізге жібердім ғой, жаңа бірінші үстінде тұрады деймін. Мен шығарамын. Так. Здесь. Енді. Haydi. Gülbarşın Olжабаева. Çok ол емес қой, ол емес қой. Қастасқан нәрсе. Әлі барған жоқ ол. Түскен жоқ ол. Неге? Сағына түскен жоқ. Жоқ. Ештеңе түскен жоқ деймін.
Обновить баста. Қайта жіберіп салды. Бұл қосымша керек жоқ. Жақсы. Сонымен, иә. Дауыс бергендеріңіз үшін баршаңызға рахмет. Мынау сонда біз диссертациялық кеңестің бұл мәжілісі Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызының 8.01.701 қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған жоғары мектепте әуезовтің әңгіме повестерін көркемдік талдау әдісі арқылы оқыту тақырыбындағы диссертациялық жұмысына бәрі де, иә, философия докторы дәрежесін беруге лайық деп есептеді. Сонымен диссертациялық кеңесте Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызына ізденіп жүрген ғылыми атағын беруге қабыл етеді. Әрине жетекшілері құттықтаймыз бірінші. Сосын, иә, диссертанттың өзін құттықтаймыз. Ал баршаңызға диссертациялық кеңес мүшелері, рецензенттер, баршаңызға зор рахмет айтамын. Жақсы жұмыс істедік. Біз әлі де творчестволық байланыста боламыз деп сенемін. Баршаңызға тағы да рахмет айтамыз. Осымен диссертациялық кеңес мәжілісін мен ашып керек. Ашылсыз бірінші, Аспирантқа сөз бермейсіздер ме? Қазір. Ол неден тыс қой? Және оның не айтатынын мен осы біліп отырып, қазір мен айта салуым да ойладым. Кішкене техникалық жағдайларға байланысып, хаттамамыз жүктелмей қалды. Міне алдарыңызға диссертациялық кеңестің дауыс беру хаттамасын ұсынып отырмыз. Тіркелгендер 9, дауыс бергендер 9, оның ішінде 7 диссертациялық кеңестің мүшесі, 2 ресми рецензент, барлық диссертациялық кеңес мүшелері Азат Бақыт Айнұр Амангелдіқызына философия докторы дәрежесін беру туралы шешімді бір ауыздан қабылдады. Алдарыңызда диссертациялық кеңестің дауыс беру хаттамасы тұр. Жақсы. Рахмет. Енді, сөзді бір ауыз сөз, диссертантқа берейік. Әлде ештеңе демейсіз бе? Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы Жантас Алтайұлы, диссертацияның кеңес мүшелері Шынар Қапантайқызы, Жаннат Әскербекқызы және кеңестің мүшелері Битин Екеджі, Альмира Кайыртайына, Жанат Әбілжановна және ресми рецензенттер Раушан Мұратханова, Алмас Әбдімәнапұлы, ғылыми кеңесшілерім Ержан Алкаян, Ержан Маратбековна, сіздерге өз алғысымды, рахметімді айтамын. Осымен диссертациялық кеңес жабық деп жариялаймын. Мен өшірім. Сау болыңыздар. Біз әлі кездесеміз. Мен бәріңізді жақсы көремін. Сіздерге көп алғысым шексіз. Өңірлік ғылымды дамыту